Баршаңызға сәлем. Бүгін жасалуы оңай, қолжетімді заттардан тұратын рулеттің рецебімен бөлісемін. Ең алдымен нанымыздың үстінен сүтімізді құйып бұқтырып қойып қоямыз. Одан кейін дайын фаршымызға үккіштен өткізілген жуаны, жұмыртқамызды, дәміне қарай тұз, бұрышын саламыз. Сүтке бұқтырылған нанымызды езіп салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 30 минут тоңазытқышқа қойып қоямыз. 30 минут өткеннен соң алып, пергамент қағазының үстіне видеода көрсетілгендей етіп жайып орналастырамыз. Барлық керек заттарды мөлшермен описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден көре аласыздар. Фаршымызды орналастырып болғаннан кейін тізбектеп піскен жұмыртқаларымызды қойып шығамыз және рулет етіп ораймыз. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер, пікір қалдырыңыздар және қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Рулет етіп орап болғаннан кейін 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Мен пергамент қағазымен орадым. Егер сіздерде фольга болатын болса, фольгамен орап пісірулеріңізге болады. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Өте дәмді әрі тойымды рулеттердің бірі. Піскеннен кейін 30 минуттан кейін осылай ашып, турап, тек жалғыз өзін дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Мен қасына макарон пісіріп, сонымен бірге ұсындым. Өте дәмді болды. Соңына дейін видеоны көргендеріңізге рахмет. Сіздерге ас болсын.